Шығармысыздар, егемен еліміздің елдігін ұлықтаған, қыраны биікке самғаған, шәкірттерін жетелеуде еш аянбаған ұлағатты ұстаздар. Мен Әбдіғаппарова Гаухар Әбдікерімқызы, Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжінде қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәні оқытушысы болып қызмет атқарамын. Бүгінгі педагогикалық идеялар панорамасына ұсынып отырған тақырыбым қазақ әдебиеті сабағында қолданылатын тиімді әдіс тәсілдер. Сабағымды Жүсіпбек Аймауытовтың мына бір сөзімен бастағым келіп отыр. Білім алу батылдық, оны толықтыра білу даналық, ал шебер қолдана білу өнер демекші. Педагогикада әдіс тәсілдер сан қырлы, ал оны пәнге сәйкес шебер қолдана білу ол нағыз ұстаздың ғана қолынан келеді. Бүгінгі менің мақсатым қазақ әдебиеті пәнін оқытудағы тиімді әдіс тәсілдермен нәтижеге бағыттауға болатынына көз жеткізу. Сондай-ақ білімнің шыңынан көрінетін бұл ғасырда оқушының шығармашыл болып қалыптасуына тиімділігін байқау. Бүгінгі тақырыбымның өзектілігі оқытудың тиімді тәсілдерін пайдалана отырып, ата дәстүрімізді дәріптейтін сапалы білім мен саналы тәрбие алған өзіндік пікірі бар шығармашыл жеке тұлғаларды қалыптастыру. Бүгінгі сабақта пайдаланатын әдіс тәсілдерден кейін оқушылардың жететін жетістіктері. Атап айтсақ, оқушы өз ойын ашық, қысылмай жеткізе алады, өз ойын дәлелдей алады, өзіне деген сенімділігі артып, пәнге деген қызығушылығы арта түседі. Және сөз байлығы, сөздік қоры артады. Қиялы ұшқыр болып, кез келген ортада өзіндік көзқарасын қалыптастыра алады. Осы әдіс тәсілдер арқылы біз және де уақытты үнемдейміз. Ал бүгінгі тақырыбымда әдіс тәсілдер арқылы педагогтың жететін жетістігі. Педагог көп қиналмайды. Оқушылар жаңа сабақты, материалды оңай, тез қабылдап алады. Басы артық жуангіде болмайды. Интербелсенді тақта арқылы бар сабақ жан-жақты түсіндіріледі. Оқушы мен оқытушының арасындағы бірлестік, ынтымақтастық арта түседі. Және де сабақты электронды нұсқада пайдаланып, оқушылар үйде көріп тыңдауына да мүмкіндік бар. Қазір біз барлығымыз бір-бірімізден жаман емес, тек жақсы қасиеттерімізді өзімізге аламыз. Мен қазір бастаймын, сіздер ары қарай жалғастырып кетесіздер. Мен Заринаның тәрбиелілік қасиетін өзіме аламын. Мен Мақтунатаның мейірімділік қасиетін аламын. Мен Нилуфардан имандылық қасиетін аламын. Мен Дилмурадан ұянды қасиетін аламын. Мен Найладан әдемілік қасиетін аламын. Мен Оғайдан сенімділік қасиетін аламын. Ал мен сіздер ұстаздық шеберлік қасиетіңізді аламын. Жарайсыздар. Ендеше осы айтылған қасиеттің барлығы сіздердің бойларыңыздан табылғанына мен өте қуаныштымын. Ендеше оқушыларды топқа бөлудегі ең тиімді әдіс тәсіл атом молекула әдісі. Бұл әдіс топқа бөлудің ең тиімді әдісі. Оқушылар қозғалыста болу арқылы әрі серкіп қалады. Тіпті оқушыларға жақсы көңіл күй сыйлайтын музыка қоюға да болады. Молекулалар атомдардың жиынтығы екендігі баршаға да мәлім. Оқушылар шеңбер бойына жиналады. Оқытушы атомдар деп дауыстағанда, олар бір-бірімен араласып, әрлі-бері жүру керек. Ал молекулалар деп айтып бір санды атаса, мәселен 2, 3 немесе 4, сол аталған сан құрамында топтарға жедел түрде бірігуі керек. Ойынның нәтижесінде құралған топтар сол құрамда парталарға да отыруға болады. Олар сабақты осы құрамда жалғастырады. Сабақтың тақырыбын алдын ала хабарламай-ақ, оны қызығушылықты таныту құпия сөздер арқылы хабарлауға болады. Қызығушылықты ояту әдісі. Құпия әдісінің мақсаты оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырып, сабақтың тақырыбын өз беттерінше анықтауға тырысады. Оқытушы барлық қатысушылардың осына құпиялап белгілі бір заттарды салады. Түйме, моншақ, асық секілді. Сабақтың тақырыбына сай, немесе осы заттардың бас әріптерінен бүгінгі тақырып шығатындай болуы керек.
Бір оқушы ортаға шығып, басқалардың қолындағы затты сұрақ қою арқылы құпияны ашуға тырысады. Құпиясы ашылған оқушы ортаға шығып, әрекетті жалғастырады. Осылайша құпия заттардың бастапқы әріптерін анықтап, сабағымыздың бүгінгі тақырыбы Ахмет Байтұрсынұлы екендігін анықтап аламыз. Ақынның өмір мен шығармашылығына оқушылардың өзінше сұрақ құрастырып, оған жауап беруі ақынның өмір баянын меңгеруге терең әсер етеді. Ендеше автор орындығы әдісі. Автор орындығы әдісі қазақ әдебиеті сабағындағы ең тиімді әдістің бірі. Бұл әдіс үй тапсырмасын сұрауда, өткен сабақты бекітуде қолданылады. Әдетте, бұл әдісті оқушының өзі жазған шығармасын, эссесін ортаға орындыққа отырғызу арқылы сұрап жатады. Бірақ әдіс тәсілдерді педагог өзінің шеберлігіне қарай түрлендіріп қолдануға болады. Мен бұл әдісті автормен кездесу бағдарламасы етіп жүргіземін. Алдын ала екі топқа тапсырма беріледі. Бірінші топ автор туралы сұрақтар құрастырса, екінші топ оған жауап беруге дайындалады. Осылайша біз өткен тұлғаның өмір баянын терең меңгеріп шығамыз. Ахмет Байтұрсынұлы қашан қай жерде дүниеге келген? Ахмет Байтұрсынұлы 1908 жылы Қазіргі Қоқпарай облысында дүниеге келген. Өзімнің сабағымда автормен жүздесу бағдарламасын оқушылардың сұранысы бойынша жиі қолданып отырамын. Бұл әдістің пайдасы оқушылар өзіндік пікірін еркін айтуға, кез келген ортада қысылмай сөйлеуге, сөздік қорын молайтуға көптеген әсерін тигізеді. Жаңашыл ұстаз заман талабы. Бүгінгі таңда кеңінен қолданылып жүрген QR-код әдісін көрсетеміз. Қазіргі заманғы ғылым бір орында тұрмайды. Технология қарқынды дамып келеді. Оқыту мен оқытудың әдістері жаңғырту қажеттілігіне келеді. Жалғасып жатқан өзгерістерге байланысты оқушылардың айналасындағы әлем туралы білуіне жаңа тиімді түрткі табу қажеттілігі туындайды. Педагогтардың көпшілігі осы проблемалармен айналысады. Жаңа технологиялардың бірі QR-код технологиясы болып табылады. Ахмет Байтұрсынұлының мысалдарынан QR-код арқылы тапсырма беріледі. Оқушылар ұялы телефон арқылы QR-кодты сканерден өткізіп, бейнебаянды ашып көре алады. Бір мезетте топтағы оқушылар бірлесе отырып көріп, мысалды толық түсініп, негізгі идеясын анықтап, уақытты үнемдейді. Ұстаздық жолында осындай әдіс тәсілдерді қазақ әдебиеті пәнінде үнемі қолданып отырамын. Білекке сенер заманда ешкімге есе бермеді, білімге сенер заманда қапы қалып жүрмейді демекші, әрқашан білікті де білімді шәкірттеріңіз көп болсын.